Сак массагетлері әулады болған қарақалпақлар бүгінгі күнде Орайлық Азиядағы өз милли үрп-әдет һәм дәстүрлерін сақлаған әйемгі халықлардың бірі. Бүгінгі күні жастарымыздың қолына дутар алып, саз шертуі де тосыннан емес. Бақсышылық, саз шерту har bir жігіт қыздың қосымша өнері болып қалған. Жампық қала табиаты өзал жерде, яғни бір тарепі Қаратау Орайлық Азиядағы ең көрнеклі естелік Топырақ қала Қарақалпақстан Республикасының Елік қала районы аймағында жайласқан болып, сарай құрылысы қала ішіндегі қаланы естетеді. Ілімде жоғарғы сарай деп аталған бұл құрылыс жерден 30 метрге шамалас бәлемдікте орналасқан. Ол бөлме өжелерден ібарат. Қаладан 100 метр туры арқада төменгі сарай жайласқан. Төмендегі сарайдан 50 метр батыста ашық майданша бар. Бұл майданша геометриялық туры мүйешілік түрінде айландыра қашы менен оралған. Бұл майданша ахметлі байрамларды белгілеу, караматлы дини дәстүрлерді өткеру үшін қызмет еткен.
1946 жылы Топрақ қаладан бұрын ілімде белгісіз жаңа архитектуралық құрылыстар, әйкеллер, суретлеу өнерінің шығармалары, ескі гүлал ыдыслар, сауыт сайманлар, құрал жарақлар табылды. Құбла арал бойында әйемгі Қаресім мәмлекетінде теңгелерді басып шығару қазіргі қолда бар деректерге қарағанда эрамызға шекемгі бірінші әсірлерден баслап жолға қойылған. 1981-82 жыллары алып барылған археологиялық қазу жұмыслары уақытында Тикарнан гүлал ыдыслар, әрқилы қожалық бұйымлары табылды. Олар арасында алтын пуы берілген 12-ші әсірге тиесілі табақ айрықша орын иелейді. Үлкен Айбүйір қаладан табылған құмның диуалына эрамызға шекемгі 5-ші әсірдегі Орта Азиядағы ең ескі арами жазуы менен жазылған. Бұл құмның ішіне 190 литр көлемінде сұйықлық шайғасатығының аңлатады. Өлке тану музейінде әйемгі дәуірлерге тиесілі, әулетларымыз үшін мирас болып қалған әрқилы нағыслар менен безетілген гүлал ыдыслар һәм тастан жасалған бұйымлар орын алған. Сондай-ақ көркемөнер көргізбелер залында Қарақалпақ қыл қалем иелерінің ана жер табиаты, Арал теңізінің бүгінгі ахуалы һәм халықтың жасау тұрмысы мен сәулеленген картиналары тамашагөйлер ітібарын еріксіз өзіне тартады. Қожелі орта әсір тарихында Миздаққан деген атама менен жүртілген. Назлымхан сұлу мақбарасының бөлмелері жер астында болып, жердің бетінде оның тек 8 қырлы күмбезлері ғана қалған. Қыз сағанасындағы алтын пуы берілген нағыслар менен жазулар сол дәуірдегі шеберліктің шоқысы екенлігінен дәрек береді. Бұл жерлер Тикарнан батыс һәм шығыс ерлерін байланыстырып тұрған Оллы жіпек сауда жолы себеплі қайта тікленді. Шамун Наби естелігі қалқарасында 7 күмбезлі мавзолей деп жүргізіледі. Сол уақытлары 2 қаналы тілеухана болып, оған 7 күмбезлі мавзолей жапсарып салынған. Бұл естелік 13-14 әсірлерге тиесілі. Әпсаналарда айтылуынша, Шамун Аравиядан ислам дінін тарқату үшін келген уәкіллердің бірі. Су жерде кәпір Гауыр менен айқасып, набыт болған һәм жерленген.
Солай етіп, бұл Шамун Наби, ямаса Шамун Захид пайғамбар атына арнап құрылған мұқаддес орынлардың бірі. Археологиялық зерттеулерге қарағанда, Ережеп Қалпе естелігі 11-12 әсірлерде мешіт медресе қызметін атқарған, ал 14 әсірге келгенде оны мақбараға айландырған. Рауаятларда айтылуынша, халифа Ережеп Бағдаттағы бірінші халифтің заманласы болып, ол Миздаққан қаласында осы мешітті салады һәм білім береді. Бүгінгі күнде халифа Ережеп естелігі халқымыздың саяхатшылардың қызғын тамашалайтұғын ашық аспан астындағы қорыққаны музейі. Миздаққан комплексіндегі қаланың ең ескі бөлегі жергілікті халық арасында Гәуір қала атымен белгілі. Қалада алып барылған археологиялық зерттеулер эрамызға шекемгі 4-3 әсірлерден баслап, эрамыздың 13 әсірі басларына шекем халық жасаған. Соң, арадан жыллар өтіп, ашық кеңістікке жаңадан Антакия қаласы құрылады. Қала халқы тигарнан өнерменшілік һәм ауыл қожалық жұмыслары менен шұғылланған. Сол дәуірдің өзінде архитектура жақсы рауажланған. Әттегі канализациялар істеп, қалада монша қызметі де жақсы жолға қойылған. Бұл табылмалар Қарақалпақ мемлекеттік университетінің тарих һәм археология факультеті доценті Мұхаммед Шарып Қыдырнияз басшылығындағы бір топар студент жасылар тарихінен табылды. Мағлұматларға қарағанда Қытай, Хиндістан, Иран, Сирия елдері, Волга бойы һәм Қара теңіз жағалауларындағы қалалардың саяхатшылары, саудагерлері осы жерде тоқтап өткен. Қарақалпақлардың әйемгі дәуірлерден бүгінгі күнге шекемгі тарихын сәулелендіруші бірден-бір ілми һәм мәдениет ошағы болған халқымыздың милли қадіретлары, табиат байлықлары, қол өнер шеберлігінің тәкрарланбас үлгілері, тарихи хужетлер һәм басқа да бейбаха дүрданалар жиналған ғазинеханамыз Қарақалпақстан Республикасы өлке тану музейі. Алым Сергей Павлович Толстой басшылығында жүргізілген археолог-этнографиялық экспедициялар музей жамаатының минетлері нәтижесінде музей фондлары толықтырылып барылды. Бұл музей дәслеп 1929 жылы Төрткөлде ашылып, соң 1932 жылы Нөкіс қаласына көшіріледі. Музей экспозициясы үлкен 3 бөлімнен барады. Табиат, археология һәм этнография, жаңа тарих бөлімлері.
Бізге мәлім, Қарақалпақ халық қол өнері халықтың күнделікті тұрмысы менен тығыз байланыста рауажланды. Оның негізгі түрлері, үй үскенелері менен дәскелері, әспап анжамлар, мыс һәм теміршілік, соның менен бірге рузгершілік, зергерлік бұйымларынан ібарат. Қарақалпақ хаял қызларының милли киімлері музейдің ең тикарғы байлығы. Бұлардың ішінде қызларымыздың бірден-бір милли көйлегі көк көйлек. Бұндан басқа пашшайы көйлек, бөз көйлек, шатраш көйлек ұсаған түрлері де бар. Бұндай милли киімлерді той мерекелерге, отырыспаларға киіп бару дәстүрлері бүгінгі күнге шейін сақланып келген. Сондай-ақ қызыл кітапқа кіргізілген өлкеміздегі құслар, хайуанатлар һәм өсімдіктер дүниясы музейдің табиғат бөлімінен орын алған. Әлбетте, бұндай бейбаха мирасларымызды келешек әулетқа жеткеріп беру бәршеміздің вазипамыз.